Қазақтың елінде ақ жайықтың төрінде Дина атты мейрамханада бүгінгі Шара ханымның 45 жас туған күніне тегістей қош келдіңіздер ағайындар. Олай болса не істейміз? Не істейміз де бір-бірімізге қарап отырмайық, жақсылықты ұқтырайық, орнымыздан тік тұрайық, шапалағымызды мұқтырайық. Бүгінгі қуаныш иесі Шара ханымды және ағамыз жан жолдасы Жақсықали ағамызды сіздердің қошеметтеріңізбен, айқай шуларыңызбен той иелерін ортамыздан алдырайық. Сізді сыйлап келген қонақтар шапалақ ұрады. Жақсы ма? Ал кетті, қошеметтеріміз қайда? Рахмет, міне, тойымыздың бастамасы осылай басталу керек ағайындар. Көп рахмет, орнымызға жайғасайық. Қонақтар көрдіңіздер ғой да, енді көрмейсіздер, ойнап айтамын. Ортаны шаңын шығарып тұрып беделді отырған қонақтарымызға сыйлықтарымызды үлестірейік. Кетпеңіздер. Жетейін десем жете алмай, жүрген жоқпын бай. Сүйгім ештедің бірақ едің. Аңсадым ғой қайда жүрсің, әдем-ау, әдем-ау. Көршілердің атынан рахмет, аман болыңыздар. Мынау енді көп тойларға барамыз. Жанды дауыста ән айтатын әншілеріміз табылмай қаламыз шыны керек. Қазір не көп, әнші көп, музыканттар көп. Біздер осы Ерахаң сияқты. Айтпаймыз, мені көрсе жаратпай, әйтір бітірдік, әйтір. Шошып кетті, маған микрофон сөз.
ұсынғанда. Жазира қошеметтеріңіз. Бәрекелді, 7 адам біреу соған болса, қойынбәді соғып отыр. Ақ мая кеткен сияқты қосылып соқты, 8 адам болды. Біздер музыканттарға үлкен рахметімді жолдаймын. Біздің көңіл күйімізді көтеріп, осындай адам саны азғандай болса да, көп адамдай болып толтырып бердіңіздер ортаны. Рахмет көп. Енді мына тамағында отанады өзіне бір ыңғайлысын жақсы көретін таңдамай ма? Біздің мақсаттың балызы алма көтігінісі. Әлі әңгімелеп қойып, шашың маңдай еді қойып. Рахмет саған да көп-көп өнеріңіз түйе берсін. Рахмет, қошеметтеріңіз, орныңызға отырайық. Үшеу солай келіп қалады енді. Испандықтар бұлай ойнамайды деймін қазір бар ма? Кет! Қошемет! Тұдақтыр, ана солға! Қошемет!